Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін біз ББЖМ-ға келетін негізгі тақырыптардың бірі көп мүшелерге амалдар қолдану деген тақырып бойынша бір есепті талдап жіберейік. Сонымен есеп былай. Самат пен Асқар кафеге бірдей тапсырыс беруді ұйғарыпты. Шайдың құны 8х квадрат қосамын 7аб. Ал сорпаның құны дейді бізге 7х квадрат минус 6аб екен. Мына жерде шайдың құнын не қыласыздар? Сонымен тапсырыстың жалпы құнын табыңыз деген. Енді бұл жерде екі мүшеден берілген екен, сондықтан жалпы құны деген екеуін бір-біріне қосамыз. Мәселен, егер біз Саматтың ішкен тамағының құнын есептейтін болсақ, онда шайдың бағасына сорпаның бағасын қосамын. 8х квадрат қосамын 7аб қосамын 7х квадрат азайтамын 6аб. Тең. Ұқсас мүшелерді біріктіремін, сонда 8-ге 7-ні қосамын 15х квадрат болады. 15х квадраты. Келесі 7абдан 6абын алып тастаймын, сонда аб қалады екен. Бұл Саматтыңқы. А біздің кафемізге кім барған? Тағы да қасына Асқар бар. Сондықтан біз мына тұрған 15х квадрат қосамын абыны 2 адамға көбейтеміз. Тең 30х квадрат қосамын 2аб болады екен. Міне сонда 2 баланың 2 шайы менен 2 сорпасының құнының жалпы өрнегі осылай болады. Құрметті көрермен, ББЖМ-ның тағы да басқа да есептерін іздесеңіздер, онда менің каналымнан таба аласыздар. Рахмет, сау болыңыздар.